Ал бүгінгі сабағымызды бастайық Бұдақан. Бүгін біз жаңа әріп өтеміз, иә? Өткенде қандай әріп өттік? Есіңде ме? Қ деген әріп өткенбіз. Бүгін біз жаңа әріп өтеміз. Бұл қазақ тілінде ғана кездесетін дыбыс. Кішкене қиындау болады, иә бұл? Иә. Көреміз, бірақ тырысып оқып көрейік. Мынау қандай әріп? Оқиға. Қандай әріп? О деген әріп. Дұрыс айтасың. О деген әріп. Иә. Жарайсың. Қандай сөзге келеді? Мына не нәрсе? Ошақ. Дұрыс. Мына не нәрсе? Ұлы. Ұлы. Мынау? Білесің бе бұл не нәрсе? Ол құстың ұясы. Иә. Ұя деген сөзде, ол сөзде де мұны о әрпі келеді. Көрдің, ондан қараш, мына жерде мына кішкентай жұмыртқалар жатыр ғой. Осын, иә, құсты анасы үстіне басып отырады, сосын мына жарылып ішіне балапандар шығады. Көрдің бе? Ана кісіге ол Оқушы. Оқушы емес, бұл ұстаз. Мұғалім, иә? Мұғалім немесе ұстаз деп айтады. Екеуі мағынасы бірдей сөздер. Түсіндің ба? Жақсы. Кеттік енді ары қарай. Нені оқимыз? Буындарды оқимыз, иә? Иә. Бірінші. Қалай оқиды? Он. Дұрыс. Екінші. Ну. Мынау он, мынау ну. Айтшы. Мынау. Жоқ, жай бұны буындарды ғана оқи ғой. Ну. Жоқ. Мынау? Он. Ну. Он деген не нәрсе? Ока. Қамыр илейді. Өткен жолы есіңде ме? Қын өткенде. Қамыр илейді, тоқаш пісіретін. Есіңде ме бірінші сабақтағы? Иә, жарайсың. Келесі. Мынау қандай сөз? Ол. Лу. Ұл деген? Кім ол? Кім ол деген? Орша ол. Мальчик. Мальчик, е? Папасы кім? Папасы? Ол. Ол сен? Қыз. Жарайсың. Келесі. Қандай бүгінді? Ұр, дұрыс. Ро. Не, о емес, ро. Дұрыс. Ро. Кішкене қиындау, е? Уға ұқсап кетеді, е? Мынау қандай? Буын. От, дұрыс. Ту. Дұрыс айтасың. Тұр, мынау мысалға құт деген сөзге келеді, е? Жақсы. Мынау қалай? Оқимыз. Нұс. Жоқ. Оқи ғой. Нұс. Ны жоқ қой, дұрыстап оқысаңшы. Екі әріптен тұр. О. Нұс. Қалай ұмыс болады? Мынаны қарашы, мынаны жаңа ұт деп дұрыс оқыдың, е? Енді мынау қандай сөз? Ус, дұрыс айтасың. Ус, иә, мынау асты? Су, дұрыс. Мынау ус, мынау су. Айтшы. су. Дұрыс. Келесі. Мұны қалай оқимыз? Нұш. Сен алдына әріп қоспаш, екі әріптен тұрады. Нұш емес, дұрыстап қара. Мынау от болды, мынау ус болды. Онда мынау не болады? Нұш. Жоқ, неге алдына әріп қосасың сен қайтадан? Мына жерде н дейтін әріп көріп тұрсың ба?
жоқ қой но деген әріп. Мына тура одан басталады. Енді қалай оқылынады онда? Уш. Уш, дұрыс. Оп-оңай. Уш. Е? Келесі? Нани? Шу. 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 Я шұбар дегенде келеді, е? Мынау уш неме деген сөз ол? Я. Шу келеді сізге шула. Жоқ, шула деген кезде ол о емес, ол жерде у дейтін әріп, басқа әріп келеді. Мынау ұқсайды, я, екеуі бір-біріне ұқсайды. У мен о. Оның артынан өзің Черточка жоқ. Иә, черточка жоқ, керісінше мынандай біткен былай. Ой, өзгеріп кетті. Жақсы, ары қарай. Мынау қалай оқимыз? Міне, сен жаңа айтқан у, міне көрдің ба? Мынау. А мынау о. Енді оқи ғой мынаны. Ту. Мынау т емес қой? Ду. Ду, дұрыс. Мынау. Ду. Ду. Мынау. Ну. Дұрыс. Ну. Дұрыс. Мынау нұр дегенге келеді. Мынау ну орман дегенге келеді, е? Жақсы, келесі. Қалай оқимыз? Құн. Жоқ, ын жоқ қой мұнда. Қу. Қу, дұрыс айтасың. Мынау? Қу. Қу. Қайта оқышы екеуін бірге. Қу. Қу. Қу, қу, дұрыс айтасың. Мынау мысалы құс дегенге келеді, е? Мынау аққу дегенге келеді. Мысалы, өткенде өттік қой, аққу, е? Жақсы. Мынау? Қандай бұл? Оқи, қалай? Ту. Ту, Ту. ту, дұрыс айтасың. Мынау тұр дегенде, е? Тұру дегенге. А мынау ту. Есіңде ме өткенде? Аузыңды басып есіңде. Я. Жақсы. Жарайды, енді біз ары қарай жеке сөздерді оқимыз. Жақсы ма? Кеттік. Мынау қандай сөз? Қандай сөз? Оқи ғой. Құс. Дұрыс. Құс. Мынау? Бүркіт, е? Иә. Бүркіт. Қазақстан туы бар емес пе? Соның ана күннің астында осы бүркіт тұрады бүйткен, е? Бүйткен. Қыран. Жақсы. Мынау қандай сөз? Нұр. Қайта оқы. Не? Нұр. Мына жерде ш тұр ма не? Дұрыстап қара. Оқы. Нұр. Дұрыс. Нұр. Нұр деген не нәрсе? Күн. Күннің нұры, е? Я. Күннің нұры. Күн шуақ шашады, күн нұр шашады, е? Біздің қазір тұратын қаланың аты қалай? Нұр Сұлтан. Нұр Сұлтан. Сол Нұр Сұлтанның бірінші буыны осы нұры, е? Дұрыс, жарайсың. Мынау қандай сөз? Оқи ғой. Құм. Дұрыс. Құм. Ол не нәрсе? Қара. Көрдің бе? Мынау құм. Ана шөл жерлерде, шөлді далада осындай құмдар көп болады. Жел соққан кезде мына құмды дауыл тұрады. Көрдің бе? Міне. Жел соққаннан бүйтіп ұшып жатыр құмдар. Бұл құмды біз не істейміз? Балалар ойнайтын алаңға төгіп қойып ойнауға болады, е? Иә, сосын жағажайда болады, судың шетінде, е? Я. Адамдар суға шомылып, сол құмның үстінде жатады, ыстық құмда. Былтыр бурабайға барғанда не істедік, осы құмда ойнадық, е?
Жарайды. Бардық қой бурабайда сонда. Мынау қандай сөз? Құм. Қайта қыш. Құм. Дұрыс. Құм не құм деген? Құм деген ол заттың бағасы. Не көрдің бе? Супермаркетке барамыз ғой, Магнумға, Кеңмартқа барғанда осылай бүкіл заттардың үстінде осындай не жазылып тұрады? Бағалар жазылып тұрады, иә? Құм. Иә, ол сол заттардың құнын көрсетіп тұр, иә? Жақсы. Мынау не деген сөз? Құртты. Жоқ, қ жоқ қой. Дұрыс табақ. Қара. Ұрт. Дұрыс. Ұрт. Ол не ұрт деген? Не қара, адам ауыз қуысын қараш. Ауыз қуысының суреті. Мынау не? Мына жер асты мен үсті. Адамның Ерін. еріні. Мына ақ нәрсе не? Тіс. Тіс, дұрыс айтасың. Мынау ішінде қызыл. Пинк. Пинк, я розовый, иә? Ол не нәрсе? Ол не нәрсе? Ерін. Жоқ, ерін асты ғой. Деш? Ол не? Тіл. Тіл. Тіл ғой. Енді қара, мына ұрт деген осы мына жер қарашы не? Дұрыс айтасың. Ауызға су толтырып аласың ғой былай. Соны айтады. Ұртына су толтырып алды дейді. Көрдің бе? Ана бір қазақта ертегі бар ғой. Көлтаусар деген. Бір ұртында бір көлдің, екінші ұртында екінші көлдің суы бар дейтін. Сонда ұрт деген осы. Жарайсың. Түсіндің бе ұрт деген нәрсе? Я. Мынау қандай сөз? Мұрт. Дұрыс. Не? Папасының мұрты бар ма? Я. Бар ма? Қарашы тұрсын. Я, кішкене бар. Кішкене бар, е? Папасы қырып тастай ма? А мына жерде болса егер, оны не деп айтады? Сақал. Сақал деп айтады. Сенде бар сақал. Менде екеуде жоқ. Мен қырып тастадым ғой бәрі. Тағы да өсіп кетті. Өсіп кетті ма? Жақсы. Не деген сөз? Если тебе қырып солай болып кетеді. Қырмасам, иә, солай өсіп кетеді. Сақал, мұрт болып. Ата сияқты болып қалам, иә, сосын мен. Жақсы, мына сөз қандай сөз? О. Лым. Ау? Лым. Ұлын емес, дұрыс табаққа. Екі буын, иә, бірінші. О. Дұрыс. Лан. Лан. Қалай болды сонда? Олан. Ұлан. Ұлан. Ұлан, дұрыс айтасың. Не? Қазақстанның ұлт. Ұлан. Президенттік гвардия. Киімдерін қарашы, қандай күшті, е? Бәрі бірдей. Я, қара. Бәрі қара ма, сұр ма, маршрут еткендерін қарашы. Сап түзеп бәрі. Түк деп келе жатыр, е? Жақсы. Мынау сөз қандай сөз? О. Сық. Жоқ. Сақ. Сақ. Қалай болды сонда? Ұсақ. 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 Қалай болады? Ұсақ дегеннен қайсысы ұсақ? Қалай ойлайсың? Мына үшеуінің қайсысы ұсақ? Мынау ұсақ па жоқ, мынау ұсақ па? Мынау. Қайсы, мынау? Я. Дұрыс айтасың. Мынау кесек болады, е, керісінше. Кесек. Кесек тастар, мынау ұсақ тастар. Я. Құм, ол ұсақ, е? Я. Құм ұсақ, тастар,
олар кесек болады. Иә. Түсіндің ба? Ұсақ кесек дегенде ұсақ деген сөз. Ал мынау қандай сөз? Шақ. Дұрыс. Ушақ. Ұшақ. Ол? Самолет. Дұрыс. Біздің Ер Астана. Қазақстан самолеті екен. Ұшақ екен, көрдің бе? Иә. Ер Астана дейтін жерде белгісі ою, е? Иә, ою. Артқы қанасында ою бар екен. Ер Астананың ұшағы. Не? Олу. Дұрыс айтасың. Олу, е? Сурет бірге шығып қалыпты. Жақсы. Мынау қандай сөз? Келесі сөз қандай сөз? Қалай оқимыз? Ос. Дұрыс. Та. Уста. Ұста. Ол кім ұста деген? Ұста дегеннен сен білмейтін шығарсың. Ұста деген мындай темірден бұйым жасайтын адамдар. Мына кісі қазір пышақ соғып жатыр ғой. Ананы қосайтын темірға. Мынау темір. Мынау рас айтасың темір, бірақ мынаны ұсталар емес, бұны зергерлер жасайды. Ұсақ бұйымдарды, ұсақ әшекейлерді зергер жасайды. Сақина, білезік, алқа, сырға, шолпы. Менде бар сырға. Иә, сенде сырға бар, соны зергерлер жасайды. Ұста деген ол мысалға пышақ жасайды, таға жасайды аттың аяғына тағалау үшін қажет. Сосын күрек жасауы мүмкін. Әртүрлі жаңағы пышақ, қылыш, орақ. Орақ. Мен аны оқыдым. Иә, өткенде орақ деген еттік қой былай. Екен ерілген, е? Егін оруға. Соның барлығына ұсталар жасайды. Қосайды сабляға. Иә, бұрын мысалға осындай ұсталар көп болатын. Қазір бұл Аз. Аз, кейін мүлде жоқ деуге де болады. Өйткені ешкім қазір бұндайды қолмен жасамайды, барлығы заводта жасалады. Ұсталар қазір мынандай не болып қалды. Өте сирек кездеседі бұндай адамдар. Сенің атаң да ұста болатын. Сенің атаң осындай нәрселерді қолдан жасайтын. Темірден пышақ жасайтын. Тіпті анандай күміс белдіктер жасайды, күмістен сақина жасайды. Әрі ұста, әрі зергер болған. Сен папаң ұста ма? Қалай ойлайсың? Білмеймін. Папасы ұста емес, е? Папасы ұста болса, онда осындай темірден нәрсе жасау керек. Келесі сөз Ботақан. Не қандай сөз? Қалай оқимыз? Сұлы. Сұлы, дұрыс. Сұлы деген не нәрсе? Бидай сияқты, бидайға ұқсайтын дақылдың бір түрі. Арпа, бидай сияқты. Мына сұлыдан көже жасауға болады. Көже? Иә, көже. Сұлыдан әртүрлі пішендер жасайды. Печенье бар ғой? Печенье? Сосын мынаны сұлыны жылқы жақсы көреді. Жылқы бар ғой, аттар. Сұлыны көп берсең, жылқылар семіз болады. Семіз? Иә. Ауылда апа мен атаға барсаң, сосын сұра, ата маған сұлы көрсетіңізші деп сосын көрсетеді саған. Сұлы деген қандай нәрсе. Жақсы, келесі сөз. Мынау қандай сөз? Қалай оқимыз? Құтын? Жоқ, құтын емес, дұрыстап оқы. Бірінші буынды оқыш. Қу. Екінші буын. Тан. Дұрыс, сонда қалай болады? Құтан. Құтан. Ол білмейтін шығарсың сен қазақшасын. Иә. Мынандай құс. Ақ құтан. Иә. Көрдің бе? Тырнаға ұқсайды, е? Иә. Мен аны оқыдым, тырна. Жоқ, тырна емес бұл. Тырна ол басқаша болады. Мынау құтан деген. Жоқ, мен аны оқыдым. Келесі жоқ. Дұрыс, ертегі кітабында бар еді, ақ құтан деген, е? Дұрыс айтасың. Кітап
емес. Мына жерде да. Қайда? Мына жерде телевизорда. Есімде жоқ папасының. Кеттік, келесі сөз. Қалай оқимыз? Сен маған көрсеттің торнадо телефонда. Иә. Ы әрпін өткен кезде, иә? Дұрыс айтасың. Папасының есіне енді түсті. Мынау қандай сөз? Ман. Дұрыс. Бірге. Туман. Қалай? Туман. Тұман. Ол не? Көрдің бе? Иә. Біздің қалада тұман басып тұр. Тұман болған кезде анандай нәрселер келді. Тұман деген нәрсе негізі бұлт бар ғой аспанда. Солдай шөгіп қалай. Осындай таудың басында, әсіресе осындай жазғы жерде осындай биік ғимараттарға барып тұмандар шөгеді. Көрдің бе? Сонда тұман осылай түкте көрінбей тұрады. Жақсы. Келесі бұл қандай сөз? Не қандай сөз? Ол қиындақ кішкене. Жоқ, қиын емес, тұманға ұқсайды ғой. Қиындақ, иә? Иә, қиындау, ал, оқи. Сен үшін қиын емес қой, сен бәрін оқи аласың. Оқыш. Ту. Тұманда тоже болды, ту. Дұрыс айтасың, ту, иә, мынау. Екінші буын. Қым. Иә, сонда қалай болды? Тұқым, тұқым. Тұқым, ол не нәрсе тұқым деген? Білмеймін. Иә, тұқым сен. Ауылда болсаң бәрін білер едің осыны. Қалада тұрамыз ештеңе білмейміз. Мынау мысалға жер, иә? Мынау бидай. Соны бидайды тұқым ретінде жерге үстіп себіп, үстін топырақпен көміп тастайды. Сосын оған жаңағы біраз уақыттан кейін ана тұқым көктеп Бидай шығады. Өсіп шығады, иә, дұрыс айтасың. Қайтадан бидайлар көп бидай өсіп шығады. Мысалға әр жылда сәуір айында, кейбір жылы жерлерде тіпті наурыз айының басында мысалы осылай тұқымдарды жерге сеуіп тастайды. Сосын жазда тамыз, қыркүйек, қазан айларында осының барлықтан жинап алады қайтадан. Көп бидай. Түсіндің бе? Бидай, мысалы қызанақ, қияр, барлығын осының тұқымдардан өсіреді кішкентай. Тағы да ауылға барған сен апаңнан сұрасаң, апаң көрсетеді бәрін. Тұқым деген не нәрсе? Жақсы. Ары қарай мынау қандай сөз? Ран. Муран. Дұрыс. Не деген үлкен мына кісінің мұрны. Муран. Сенің мұрның қайда? Мұрын, иә? Үлкен мұрын. Мұрын үлкен екен, ана кісінің. Қандай сөз келесі? Оқиға. Қалай? Сын. М жоқ қой мұнда. Қайта оқы. Қара, қандай сөз? Сом. Сұм болу үшін мына жерде м тұру керек. Мынада м жоқ қой, сонда қалай? Су де. Су. Жаңа тұман дегенде ту, мына жерде ол су болып оқылады, иә? Оқи ғой. Рақ. Иә. Рақ. Иә, сонда қалай болды? Су. Иә. Рақ. Сұрақ. Сұрақ.
Иә, дұрыс. Мынау не? Сұрақ белгісі, иә? Иә. Адам бір-бірінен сұрақ сұрайды. Сонда адам екінші адам не істейді? Жауабын береді, иә? Сұрақ деген сөз. Сонда мына өткендегі Адам мына жерде бар. Иә, адам бірдеме ойланып отыр мына жерде. Басында бір үлкен сұрағы бар шығар. Өзі түсінбейтін, білмейтін, жауабын таба алмайды. А сенде бар же сұрақ? Потому что я кое-что сделаю. Қандай сұрақ? Ну, бар сенде же сұрақ. Я, мен же бірдеңе для питомца істеймін. Бар? Түсінген жоқ. Не айтып отырсың? Қазір алып келем. Иә. Можно алып келге. Мына бітіріп тастайық. Жарайды. Келесі. Мынау қандай сөз? Арка. Қара, мынау қандай сөз? Құр Иә. ма? Иә. Құрма. Ол не нәрсе? Жейтін нәрсе. Дұрыс айтасың. Қыстың күні жеуші едік қой осыны. Иә, мен жедім. Дәмді, иә? Ұнай ма саған? Құрма? Ал соңғы бұл сөйлем, иә? Қане, оқи ғой. Ақ. Иә. Нұр. Ақ нұр. Ақ нұр. Иә, ақ нұр адамның аты сосын. Мынау? Ал. Иә. Алмұртты. Алмұртты, дұрыс. Ақ нұр, алмұртты. Сосын? Алмұрт. Алмұртты. Иә, үшінші сөз. Оқи ғой. Үшінші сөзде? О. Иә. На. Да, сосын? Та. Ды. Иә. Не деген сөз болды? О. Она. Она та. Ды. Ды. Иә. Она да. Ды. Она ды. Она ды. Не? Она та. Она та. Иә. Она та ды. Она та ды. Яғни ұнатады. Ұнатады. Дұрыс айтасың. Сонда не болды? Басынан бастап сөйлем. Не дейді? Алмұрт. Жоқ, мына адамның аты. Оқи ғой. Ақ Иә. нұр. Ақ нұр. Алмұртты. Ұнатты. Ұнады. Жоқ. Дұрыстап оқшы, қалай? Төрт буын сөзімді. Ұнатады. Ұнатады. Яғни сөйлем толығымен қалай болды сонда? Оқи ғой. Ақ. Неге қайта басынан бастап оқисың? Енді бұл оқып болған сөз ғой. Бір-біріне қосып үш ақ сөйлем, үш сөзден қатырады. Қайтадан оқи ғой. Ақ нұр. Ақ нұр, дұрыс. Ақ нұр. Алмұртты. Дұрыс. Ұнатты. Ұнатты емес қой, мына жерде қараш, төрт буыннан тұрады. Қайталы. Дұрыстап қара. Ұнатады. Дұрыс. Енді толығымен сөйлем қалай болды? Қане айтам.
Ақнұр Алмұртты ұнатады. Жарайсың, Ақнұр Алмұртты ұнатады. Иә? Иә. Жарайсың бұтаған. Бірақ бүгінгі әріп кішкене қиындау болды, иә? О деген әріпті. Уға ұқсап кетеді. Иә? Жақсы. Ештеңе етпейді. Өткен жол қаны жақсы оқығанбыз, иә? Ертеңгі сабақта жаңа әріпті одан да жақсы оқитын боламыз. Солай ма? Жақсы. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Иә. Сау болыңыз де. Сау болыңыз. Жақсы.